Қайырлы күн достар! Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Адамдардың пайғамбарларға мұқтаждығы. Пенделер үшін пайғамбарлардың қажеттілігі барша қажеттіліктерден жоғары тұрады. Әсілінде пайғамбарлық дүниенің рухы, нұры мен тыныс тіршілігі, рухсыз, нұрсыз және тыныс тіршіліксіз дүние қалай түзелмек? Пайғамбарлық күн шықпаса, дүние қараңғы түнекте қалады. Егер пайғамбарлар болмаса, дүние мен ақырет бақытына жету, жақсы мен жаманды ажырату мүмкін емес. Ал рухсыз өмірдің мәні жоқ. Сондықтан Аллах Тағала Құранда: Мұхаммед, осылай біз саған өз әмірімізден бір рухты уахи еттік. Сен кітаптың да, иманның да не екенін білмейтін едің. Алайда біз оны құлдарымыздан өзіміз қалағанды тура жолға салатын нұр еттік, деп пайғамбарлықты рухқа балаған. Пайғамбарларға деген сенім, иман тіректерінің бірі екендігі белгілі. Аллах Тағала елші өзіне Раббысынан түсірілгенге иман келтірді, және мүміндер де осыған иман келтірді. Барлығы Аллахқа әрі оның періштелеріне, кітаптарына және елшілеріне иман келтірді дейді. Бұл аят барша пайғамбарларға сену керектігінің дәлелі. Яһудилер мен христиандар тәрізді кейбіріне нанып, кейбіріне жоққа шығаруға болмайды. Пайғамбарларға иман келтірудің мән мағынасы: ешбір серіксіз, жалғыз Аллах Тағаланы танып, оған құлшылық етуге шақыру үшін әр үмбетке пайғамбарлар жіберілгендігіне және олардың барлығының да ізгі, шыншыл, тақуа да аманатшыл екендігіне, сондай-ақ олардың өздеріне жүктелген міндетті өзгертпей, артық нәрсе қоспай жеткізгендігіне иман келтіру қажет. Аллах Тағала ал елшіге анық түрде жеткізу ғана міндет деген. Сондықтан барша пайғамбарлар ақиқатқа үндеген. Олардың барлығының дағуаты бір таухид болған. Бұл жайында Аллах Тағала өзінің ұлы кітабында: расында әр үмбетке Аллахқа құлшылық етіңдер, тағуттардан аулақ болыңдар дейтін елші жібердік деп баяндаған. Тек шариғат тарында кейбір айырмашылықтар орын алғандықтан Аллах Тағала сендерден әрбір үшін шариғат және жол белгіледік деп ескерткен. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.